Құрметті көрермен, бүгін бүкіл әлемде көже күні екен. Көженің түрлері де көп, оны жақсы көрмейтін адам кем деген шығар, Ал сен білесің бе, көже бұрындары кедейлердің асы болып саналған екен. Ал қазіргі заманда әлемнің кез келген ас мәзірінде көженің түр-түрін кездестіруге болады. Жалпы осы көже жасау жеңіл деп жатады ғой. Қалай жасалады, қанша түрі бар, және адам қаншалықты пайдалы адамға? Сен бұл сұрақтарға жауабын білмесең де, әріптесіміз біледі, Маржан Үспек жауап береді. Көрейік. Қазақ халқы ет асып, астан ауыз тигеннен кейін міндетті түрде сорпа ішкен. Өйткені еттің бар сөлі шыққан сорпаның дәруменге толы болатынын білген. Тіпті жаңа босанған әйелге қайта күш-қуат жинау үшін қойдың сорпасын берген. Осындай қою тамақтан кейін немесе бұрын түрлі сорпа ішу көпшіліктің әдетіне айналған. Ал осы екі түрлі тамақтың ағзаға пайдасы қандай? Адам әртүрлі тамақ жеу керек. Қатты тамақта сорпаны да сұйық тағамда рационда болу керек. Сұйық тағамдар жеңілдеу, тез арада қорытылып, асқазанын тез толтырып, өте пайдалы. Қою тамақ бізге күш-қуат береді, содан кейін біз шайнаймыз, шектеріміз істеп, қою тамақ үнемі сорпа ішсек, онда атрофия болып, шектеріміз жалқау болып, дұрыс істемеу мүмкін. Сорпаның пайдасы ингредиентке байланысты дейді маман. Өйткені қазір сорпаның түрі өте көп. Бірі пайдалы жолмен дайындалса, енді біріне дәмі келісті болу үшін түрлі дәмдеуіш қосады. Дәмдеуіш көп қосылған майлы сорпа асқазанға ауыр болады. Тіпті қорытылуы қою тамаққа қарағанда қиынға соғуы мүмкін. Сондықтан канцерогені аз сорпаны көбірек ішу керек. Бірақ әлсіреген, тәбеті тартпай тұрған адам әлдену үшін қою тамақтан гөрі ешбір қоспасыз дайындалған ет, көкөніс және тауық сорпасын ішкені жөн. Уландырса, әлі токсикалық дәрі ішсе, крем сорпалар жұмсақты асқазанда және шәрбет ретінде біраз интоксикацияны түсіру мүмкін. Ал қызыл ет сорпалары көбінесе әлсіреген адамдар, вируспен ауырған науқастарға ұсынамыз. Өйткені құнарлы, нәрлі, тез арада күш қуат беріп, адамды терлетіп, интоксикациядан тезірек шығару мүмкін. Яғни денсаулығы мықты адам өзі таңдаған, қалаған сорпаны іше алады. Өйткені тез қорытылады, ағзадағы сұйықтық қалыпты бөлінеді. Бірақ зиянды түрінен аулақ болыңыз. Ал жүрек қан тамыры, артеросклероз сынды аурумен ауыратын адамдарға ет сорпасынан гөрі құрамы жеңіл сорпалар пайдалырақ. Жас балалар мен босанған әйелдер керісінше гемоглобинді көтеру үшін қой, жылқы сорпасын ішкені дұрыс. Маржан Үспек, Әсет Нұрғалиев, арнайы Қайырлы таң үшін.